Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тұрлаулы мүшелер деп аталады. Бұл тұрлаулы мүшені өтудегі негізгі мақсат студенттерді сөйлем мүшесімен таныстыра отырып, бастауыш пен баяндаушыға жеке тоқталып, олардың байланысын меңгерту. Дамытушылық мақсаты студенттерді өз бетінше жаттығу жасауға, сауатты сөйлеуге, теориялық білімін, ой өрісін, шапшаң ойлау қабілетін дамыту. Тәрбиелік мақсаты студенттердің эстетикалық талғамын қалыптастыра отырып, жан-жақты болуға, пәнге деген қызығушылығын ояту және ұқыптылыққа тәрбиелеу. Жаңа сабақтың типі, жаңа сабақты меңгерту, сабақтың түрі, шығармашылық, сабақтың әдісі, сұрақ жауап, салыстыру, топтастыру, талдау, жаттығу әдістер. Негізінен сөйлем мүшесін біз үлкен екі топқа бөліп аламыз: тұрлаулы мүшелер және тұрлаулы мүшелер. Тұрлаулы мүшелер бастауыш пен баяндауыш тұрлаулы мүшелерге жататын болса, ал толықтауыш, пысықтауыш, анықтауыш тұрлаусыз мүшелерге жатады. Сөйлем ішінде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түсіп, белгілі сұраққа жауап бере алатын мағыналы сөзді, не сөз тізбелі сөйлем мүшесі дейміз. Олар екіге бөлінеді. Сөйлем құруға негіз болатын сөйлем тұрлаулы мүше деп аталады. Оған бастауыш пен баяндауыш жатады, ал анықтауыш, топтауыш, пысықтауыш өздігінен сөйлем құрай алмайды, тек сөйлем арқылы берілген ойдың шеңберін кеңейтеді. Сондықтан бұларды тұрлаусыз мүшелер деп атайды. Бастауыш деген үлкен сөйлем мүшесінің, тұрлаулы мүшесінің бірі деп айтсақ болады. Бұл бастауыштың құрамына қарай түрлері, бастауыш болатын сөз таптары, содан кейін баяндауыштың құрамына қарай қандай түрлер бар, олар қандай сөз таптарынан жасалады, бастауыш пен баяндауыштың арасына қандай жағдайда сызықша қойылады, міне осы жағын алдағы уақытта қарастыратын боламыз. Сөйлемде атау септігінде тұрып, баяндауыш арқылы көрсетілген іс-әрекеттің, жай-күйдің иесі болатын сөйлемнің тұрлаулы мүшесін бастауыш дейміз. Бастауыштар кім не, кімдер нелер, кімім нем, кімің нең, кімі несі, кімдерім нелерім, кімдерің нелерің, кімдеріңіз нелеріңіз, кімдері нелері және басқа сөз таптарынан заттанып атау септігі сұрақтарға қаншасы, нешесі, нешінші, қайсы, қандай деген сияқты сұрақтарға да жауап береді. Жаңа біз құрамына қарай, бастауыштың құрамына қарай түрлері дедік. Ол бастауыштар құрамына қарай дара бастауыш, күрделі бастауыш және үйірлі бастауыш болып бөлінеді. Дара бастауыш бір сөзден болған бастауышты дара бастауыш дейміз. Мысалы, көбелек белге қонды дейтін болсақ, осындағы көбелек деген бір ғана сөзден болып дара бастауыш қызмет атқарады. Ал күрделі бастауыш екі не одан да көп сөзден құралады. Бұл күрделі бастауыштар сөз тіркесімен берілген мемлекет, мекеме, жер суаттар, кісінің өз атымен ата теуіп күрделі бастауыш бола алады. Мысалы, Абай Құнанбай классик ақын. Кім классик ақын? Абай Құнанбай. Күрделі бастауыш. Екінші, негізгі сөз бен көмекші есімнің тіркесі күрделі бастауыш болады. Ырысалды, ынтымақ. Не ынтымақ? Ырысалды. Негізгі сөз бен алды деген көмекші есімнің тіркесі арқылы күрделі бастауыш жасалды. Ілік септігіндегі сөз бен үшінші жақтағы негізгі сөздің тіркесі күрделі бастауыш болады. Егін шаруашылығы табыс кілті. Не табыс кілті? Егін шаруашылығы. Келесі, ілік септік жалғау сөз бен тәуелді көмекші сөздер тіркесі күрделі бастауыш болады. Есіктің алды терең сыр. Атау тұлғалы күрделі сан есімдер. 546 екіге бөлінеді. Осында күрделі бастаушымыз 546. Көмекші етістіктер атау тұлғада тұрған тұйық етістікпен тіркесе келген кезде күрделі тіркесіп келіп, күрделі етістіктер күрделі бастауыш қызметін атқарады. Мысалы, туған елге барып қайту менің үлкен арманым. Бұл жердегі барып қайту деген күрделі бастауыш қызметін атқарады. Есім мен атау тұлғалы тұйық етістіктен жасалған күрделі сөздер. Туған елге қызмет ету баршамыздың борышымыз. Қызмет ету деген сөз бізде бұл жерде күрделі бастауыш қызметін атқарады. Етістік сыңары атау тұлғадағы есімшеден. Есім сыңары адам, кісі сияқты зат есімнен болған сөздер тіркесінде. Бұл әңгімені көрген адам айтты. Кім айтты? Көрген адам айтты. Дегенде күрделі бастауыш қызметін атқарады екен. Бастауыштар құрамына қарай дара, күрделі, үйірлі болады дедік. Міне соны біз дара күрделісіне қазір бірнеше мысал келтірдік. Ал үйірлі бастауыш дегеніміз бұл өз алдына бөлек алып қараған кезде
біреу бастауыш, біреу баяндаушы сияқты болып тұратын болса, үйірлі бастауыш қызметін атқарады деп айтамыз. Күрделі мүше мен үйірлі мүшенің негізгі айырмашылығы осында тұр. Ал екеуінің ұқсастығы, екеуі де кемінде 2 немесе одан да көп сөз тіркесінен болады да, ал үйірлі мүшені жеке алып қараған кезде бастауыш баяндауыштық тұлғада тұрады. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласы. Осындағы не деген сұраққа жауап беріп тұрған тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық. Өз алдына бөлек алып қараған кезде тамағын бастауыш, тоқтық деген баяндауыш, жұмысы деген бастауыш, жоқтық деген баяндауыш сияқты тұлғада тұр. Ал мына сөйлемде біз оны үйірлі бастауыш ретінде бөліп қараймыз. Бастауыш болатын сөз таптары зат есімнен, есімдіктен, сын есімнен, сан есімнен, есімше, тыйғы түстік, одағай және үстеу сөз таптарымен бастауыштар жасалады. Келесі бір тұрылалу мүшенің бір түрі бұл бастауыштың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөйлемнің тұрылалу мүшесін баяндауыш дейміз. Баяндаушысыз негіз сөйлем болмайды дегенмен де баяндауыш негізінен бастауышқа бағынады. Бастауышқа бағынып тұрады, себебі бастауыш көпше түрде тұрса, баяндауыш та соның ыңғайына қарай көпше түрде келеді. Бастауыш қай жақта тұратын болса, баяндауыш та соның ыңғайына қарай сол жақта келіп жұмсалады. Баяндауыштарды дара баяндауыш, күрделі баяндауыш деп бөлуге болады. Құрамына қарай бір сөзден болған баяндауыш, дара баяндауыш. Мысалы, ердің сәні еңбек. Осындағы ердің сәні не деген сұраққа жауап берді. Еңбек деген дара баяндауыш қызметін атқарып тұр. Және баяндауыштар не істеді, қайтты, қайтпек, не істемек деген сияқты іс-әрекеттік қимылды білдіретін сұрақтарға жауап береді. Сонымен қатар қай сөз табынан болса, сол сөз табынан сұрағына жауап бере біледі. Мына жерде ердің сәні еңбек дегенде, еңбек деген баяндаушымыз дара баяндауыш. Зат есімде болғандықтан не деген сұраққа жауап береді. Күрделі баяндауыш. Бұлар енді бірнеше жолдармен жасалады. Біріншісі күрделі етістіктен жасалады. Мысалы, Тәкежанмен бірге барлық топ қозғала берді. Қозғала берді. Осы жердегі күрделі етістіктен болған баяндауыш. Есім сөздерге, көсемшеге, есімшемен бар жоқ сөздеріне еді, екен, көр, бол, тағы басқа көмекші және керек шығар, болар, тиіс, сияқты секілді, тәрізді, болса, көрінеді, тағы басқа сөздер тіркесіп күрделі баяндауыш жасалады. Абай бұл арада үндеген жоқ еді. Есімше формалы етістік, жоқ деген модаль сөзбен және еді деген көмекші етістіктің тіркесу арқылы бұл жерде күрделі баяндауыш жасалады. Лік септігінде тұрған сөзбен тәуелдік жалғаулы сөздің тіркесі де күрделі баяндауыш болады. Өлең сөздің патшасы сөз сөйлесі. Күрделі сан есімдер. Ахмет Ақсақал 76. Ахмет Ақсақал нешеде? 76. Міне күрделі сан есімдерден болған күрделі баяндауыш. Күрделі атаулардан Киев, Украинаның астанасы. Украинаның астанасы дегеніміз үш жерде күрделі есім сөздерден болған күрделі баяндауыш. Тұрақты сөз тіркестерді күрделі баяндауыш қызметін атқарады. Шошынған шешесі есінен танып қалыпты. Қайтты? Есінен танып қалыпты дегенімізде осы күрделі баяндауыш қызметін атқарады. Баяндауыш болатын сөз таптары етістіктерден, сын есімдерден, зат есімдерден, сан есімдерден, есімдіктерден, еліктеуші сөзбен көмекші етістіктің тіркесінен де жасала береді. Жіктеу есімдерінен болған бастауыштар өз баяндауыштан үш жақта көпше түрде қисады. Негізі бастауыш пен баяндаушыда қиса байланысады, сондықтан да олар әрдайым предикатты қатынаста жұмсалады. Енді сауаттылығымызды арттыру үшін, қателер жібермес үшін біз бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаны жақсы білуіміз керек. Бастауышта, баяндаушыда атау тұлғалы зат есімдер болса, оның арасына сызықша қойылады. Бастауыш сілтеу есімдігінен немесе жүктеу есімдігінің үшінші жағынан болып, баяндаушы зат есімде болса, бастауыш пен баяндауштың арасына сызықша қойылады. Бастауыш заттанған сын есім, сан есімнен және есімшеден болып, баяндаушы зат есімнен болса, бастауыш пен баяндауштың арасына сызықша қойылады. Бастауыш тұйық етістіктен болып, баяндаушы зат есімде болса, немесе керісінше бастаушы зат есімден болып, баяндаушы тұйық етістіктен болса, арасына сызықша қойылады. Бастауышта, баяндаушыда сан есімнен болған жағдайда сызықша қойылады. Сілтеу есімдігі мен жүктеу есімдігінің үшінші жағынан болған бастауыш, сондай-ақ зат есімді, сын есімді, есімшеден болған сөйлем мүшесінің анықтауыш деп шатастамас үшін бастауыштан кейін сызықша қойылады. Бұл ақынның тапқырлығын байқатады.
дейтін болсақ, бұл дегеннен кейін біз анау ақынның дегенмен бірге айтып кетпес үшін бұл дегеннен кейін сызық жоғалады екен. Бастауышта, баяндаушта атаулыға сын есімнен болса, жақсы, ісімен жақсы. Сан есімнен болған бастауышты күрделі сан есімнен болған мүшеден ажырату үшін 100-дің 25-ке бөлінетіндігін бәлде 120-ның 5-ке бөлінетіндігін анықтау үшін біз осындай жағдайда да 100 дегеннен кейін сызықша қояды екенбіз. Бастауыш алды, жаны, қасы, үсті, асты сияқты көмекші есімдердің жалаң өзінен болып, баяндаушта есім сөзден болса, сын есімнен кейін бастауыш пен баяндауыштың арасына сызықша қойылады екен. Назарларыңызға рахмет.